Сәлем қыздар, сіздермен бірге мен Жаңылсын. Бүгін сіздерге қазанда құрт қайнатуды көрсететін боламын. Ең алдымен қазанның түбіне, қазан қызғаннан кейін майды осылай жағып аламыз. Майды осылай жағып алсаңыз, қазан түбіне құртыңыз жабыспайды қазанға. Сол себептен мен осылай майды алдын ала жағып алам. Содан кейін шекерімізді салып, шекер ерігенше араластырамыз. Араластыруды тоқтатпаймыз, себебі шекер күйіп кетуі мүмкін. Шекеріміз еруге жақындағанда 2 күн, 3 күн сүзіп қойған дорбадағы сүзбені саламыз. Шекермен осылай араластырып әбден еруі керек сүзбе. Араластыруды тоқтатпаймыз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай өзі осылай қайнап ериді. 1 сағаттай құртымызды тоқтатпай араластырып, осылай қайнатып аламыз. Құртымыз осылай қайнап қоюланады. Қоюланғаны ол уже құртымыз дайын деген сөз. Майдан кейін шекерді осылай қызартып қайнатып алсаңыз, құртыңыздың түсі де осындай сұрғыштанып, әдемі болып шығады. Дайын болған құртымызды күйіп кетпей тұрғанда осылай табағымызға салып аламыз. Ас болсын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Арнама тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.